Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі мастер-класста дәл осы басындағы тақияның тоқылу жолын үйрететін боламын. Тоқылу жолы өте оңай. Егер де сіздер дәл осындай сетка тақияны тоқи алатын болсаңыздар, соңындағы гүлдің тоқылу жолын үйреніп алсаңыздар ғана болды. Өзіме қатты ұнады. Мен бұл тақияны көрген кезде біраз мастер-класстарды істедім, таба алған жоқпын. Бір ай ғана басқа тілде таптым. Ол португал тілінде болды. Қарап отырып үйреніп алдым. Енді содан соң сіздермен бөлісейін деп шештім. Егер ұнаса, өздеріңізге тоқып алыңыздар. Тоқылу жолы өте оңай. 3 сағатта тоқуға болады. Тақияны осы сетка тақияны тоқу оңай ғой. Гүлін тоқу біраз уақыт алады. Гүлін әрқайсысын бөлек-бөлек тоқылады екен. Мен бірінші көрген кезде бұл жалғастырылып кете береді деп ойлаған едім. Олай емес екен. Және осындай әдемі. Ал мастер-класс сіздерге пайдалы болсын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, менен сұрасаңыздар болады. Жауап беруге тырысамын. Барынша түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Қателіктер бар деп ойлаймын. Егер көрсеңіздер, айтсаңыздар болады. Бұл тақияға мен тоқыдым. Бір жіп бұл тақияға жеткілікті. Күрчекті бірінші номерлі күрчекпен тоқыдым. Өздеріңізге ыңғайлы басқа да жіптермен тоқсаңыздар болады. Бірақ та ярнасты жібімен өте әдемі шығады деп ойлаймын. Ал сіздерге сәттілік. Өз ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Маған суретін жіберсеңіздер де болады, тоқып болған соң. Ал тоқуды бастаймыз. Осылай байлап алсаңыздар болады. Өздеріңіз тоқыған кезде қалай бастайсыздар? Өздеріңізге ыңғайлы түрде бастасаңыздар да болады. Алты рет іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осылай. Енді бірінші 6 рет ілдік. Енді бірінші алған бірінші рет ілгенімізге осылай күрчекті кіргізіп, осылай екі басы мен соңын қосып аламыз. Енді 4 рет іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Қосып алған соң 4 рет іліп алдық. Енді күрчекке жіпті 2 рет ораймыз. Осылай. Енді қосып алдық қой. Осының арасынан күрчекті шығарамыз. Жіпті күрчекке іліп, осылай шығарамыз. Екеуінен жіпті аламыз. Тағы да күрчекке жіпті орап, екеуінен аламыз. Тағы да күрчекке жіпті орап, 2 рет іліп аламыз. Екеуін шығарып аламыз. Тағы да күрчекке 2 рет ораймыз жіпті. Содан соң осы жерден кіргіземіз. Күрчекке жіпті орап шығарамыз. Күрчекке жіпті іліп, осылай шығарып аламыз. Тағы да күрчекке жіпті орап, осылай шығарып аламыз. Тағы да соңғысы, яғни біз 3 рет ілеміз. Көбінесе 2 рет іліп шығарып аламыз ғой. Бұл жерде 3 рет тоқимыз. Столбикті. Тағы да көрсетем. 2 рет ораймыз. Содан соң осылай
Күрчекке жіпті орап аламыз. Тағы да екеуінен шығарамыз. Тағы да екеуінен. Тағы да екеуінен шығарып аламыз. Дәл осылай 20 рет 20 столбик шығу керек. Қазір үшеуін ілдік, енді біз 13-ін тоқып шығу керек. Дәл осылай 20 рет іліп шығуымыз керек. Осылай шығады. Енді жаңа 4 рет іліп алдық қой. Бастаған кезде енді сол жерден соңғы іліп алған столбигімізбен екеуін бірге қосамыз. Бірінші қатарымыз аяқталды. Енді 20 рет ауада іліп аламыз. 20 рет осылай іліп шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді осы жерден күрчекті іліп, осылай бір рет столбикпен іліп аламыз. Тағы да 20 рет ілеміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне, келесісінен осылай, дәл осылай 20 рет іліп, қатардың соңына дейін тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осылай шығады. Дәл осылай осы жерге дейін тоқып келеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқып келеміз. Міне осылай шығады. Қазір бір түрлі көрініп тұр. Бірақ та бұл тақияның бас бөлігі. Енді осылай іліп болған соң, бұл қатар аяқталды. Енді біз келесі қатарға көшеміз. Ол үшін осы жерден осы жерге дейін 10 рет қосып ілеміз. Қалай екен сіздерге қазір көрсететін боламын. Не деп айтатынын ұмытып тұрмын қазір. Осылай жай ғана іліп шығамыз былай. Он рет
осылай жасаймыз жоғарыға шыққанша. Осылай іліп алдық. Біздің бұлай ілген себебіміз қатар осылай басталады. Қатардың басын осылай бастап алуымыз керек. Сонда әдемірек шығады. Осы әдіспен маған өзіме осы әдіс ұнайды басын бастаған кезде. Осы бірінші басына осылай белгі қойып қойсаңыздар да болады. Шатас кетпеу үшін. Енді 7 рет іліп аламыз. Ауада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәл ортасынан осылай бір стол аламыз. Осылай шығады. Тағы да 7 рет ілеміз ауада. Осылай шығу керек. Бұралып, мынандай қате бұралып қалмасын, бақылаңыздар. Осылай тұру керек. Тағы да 7 рет ілеміз ауада. Тағы да. Тағы да ауада 7 рет ілеміз. Дәл осылай қатардың соңына дейін барлығын осылай тоқып шығамыз. Осылай шығу керек. Қазір көрсетемін. Қылып жатқан жоқ қой, енді жаңа белгілеп қойған жерден, осы жерден аламыз. Басын әрдайым осылай бастаймыз. Енді 4 рет жаңағыдай іліп шығамыз. Қатарды. Шатаспайтын боласыздар.
Енді тағы да 7 рет іліп аламыз. Аламыз. Жерден 7 рет ілеміз. Тоқитын бұнда бұл қатарда көбейту болады. Сол үшін әр 3 рет ілген соң көбейтіп отырамыз. Яғни осы жерден тағы да бір рет іліп көбейтіп тоқып аламыз. Яғни бір жерден 2 рет аламыз. Әр 4-ші аркадан. Жетіретілеміз. Білеміз. Көбейтеміз. Көбейткен столбигіміз осы жерден дәл солай 3 рет жай ғана тоқимыз. 4-шісінен әр 4-ші рет ілген жерден 2 рет осылай 2 рет бір жерден 2 рет алып көбейтеміз. Көбейту болады. Дәл осылай іліп шығамыз. 2, 3. Ортасына дейін осылай іліп шығуымыз керек. Сонда осылай әдемі болып шығады. Андай қосқан жерлері әр қатардың
түсіндіре алмай тұрмын. Әдемі көрінеді осылай істеген. Дәл осылай жасаған әдіспен. Осы көлемде тоқыған менің басымның өлшеміне дұрыс келді. Орташа дәл осылай жасансаңыздар шамамен стандарт өлшемге келеді деп ойлаймын. Өздеріңіздің өлшемдеріңізге қарай істесеңіздер болады. Мысалы үшін үлкенірек қылатын болсаңыздар тағы да келесі қатарларда қосып тоқсаңыздар болады. Мысалы үшін 5-шісінен немесе 6-шысынан қоссаңыздар болады. Маған осы көлем дұрыс келеді. Немесе қоссаңыздар болады. Бұл шамамен 13 түрде шығады. 14-15 дәл маған керек өлшем. Диаметрі сондай болса, осы дұрыс болады. Егер кішірек қылатын болсаңыздар, жаңа біз әр 4-шісінен қосып тоқыдық қой. Сіздер ол кезде қоспасаңыздар да болады. Немесе бұл қатарда 5-шісінен немесе 6-шысынан қоссаңыздар кішірек шығады. Енді бізге іліп шығамыз, ешқандай қосу болмайды. Шамамен қазір мен осындай тоқып дайындап қойғаным бар еді. Тоқитынымызды айтамын қазір. 2, 3, 4, 5, 6, 7 тоқып шығамыз. Жай ғана. Ешқандай қосу болмайды. Осылай жетіретіліп шығамыз. Қосу болмайды. Келесі қатарға дейін 7 қатарды жай ғана осылай іліп шығамыз. Осы жерге келген кезде ұмытпаңыздар. Ең қатардың соңына жеткен кезде белгілеп қойыңыздар. Көрсетіп кетемін қалай істейтінін. Жетіретіліп, осылай қарапайым ғана келдік. Енді біз осы жерден қосып алуымыз керек. Бұлай жай іліп шығу керек болады. Бастаймыз. Бетілеміз. Тағы да 8 қатар тоқсаңыздар шамамен келіп қалады. Содан соң гүлдің тоқылуын көрсететін боламын. Қанша сантиметр болғанын да өлшеп кетейін. Он 15-16 сантиметр қылыппын. Бұл дұрыс шығады. Ал мен бұны өте үлкен қылып жіберіппін. Болып тұр, бірақ тоқсаңыздар 17 сантиметр тоқсаңыздар болады екен. Ал бұл орташа көлемде осы 15-16 сантиметр қылған дұрыс болады деп ойлаймын. Біз әр гүлді бөлек-бөлек тоқимыз. Осылай қолымызға орап аламыз. Осылай орап кольцо жасап аламыз. Содан соң күртешекті осылай кольцодан кіргізіп жіптеліп аламыз.
4 рет ауада ілеміз. Екі рет орап аламыз. Содан соң осылай күрчекті осылай шығарып қан соң күрчекке жіпті орап, мына екі жіптен шығарамыз. Содан соң тағы екі жіптен шығарып аламыз. Соңында күрчекте екі жіп қалу керек. Тағы да күрчекке жіпті екі рет ораймыз. Күрчекті мына екі жіптен шығарамыз. Тағы да күрчекке жіпті орап, екі жіптен шығарып аламыз. Сонда күрчектің өзінде 3 жіп қалу керек. Тағы да күрчекке жіпті ораймыз. Міне, төртеу болды. Біздің бірінші күлтеміз аяқталды. Енді күрчекке жіпті бір рет орап, осы төртеуінен шығарып аламыз. Тақияға гүлді қондыруымыз керек. Дәл ортасынан күрчекті осылай шығарып аламыз. Содан соң күлтені бірге қосаймыз. Тағы да 4 рет ілеміз. Бекітеміз осылай осы жерге. Дайын болды. Енді екінші күлтеге де дәл солай тоқуға кірісеміз. Ауада 4 рет ілеміз. Күрчекке жіпті осылай 2 рет орап аламыз. Мына жерден шығарамыз. Содан соң күрчекке жіпті орап, екеуінен шығарып аламыз. Тағы да күрчекке жіпті ораймыз, екеуінен шығарып аламыз. Мына жерде 2 жіп қалу керек. Содан соң тағы күрчекке 2 рет ораймыз. Тағы да екеуін шығарып аламыз. 3 қалды. Содан соң аламыз. Тағы осы жерден келесі осындай аркамыздан осылай дәл жаңағыдай дәл ортасынан күлтемен тақияны біріктіреміз. Етілеміз. Жерге бекітеміз. Ауада 4 рет ілеміз. Аламыз. Қайталаймыз. 2 рет ораймыз. Енді 3 біріктіреміз. Тақияға бекітеміз. Ауада 4 рет іліп, күлтені аяқтап аламыз. Гүлімізде тақияға жалғастырып біттік. Енді ауада 4 рет іліп аламыз. Күрчекке жіпті ораймыз.
тағы да екінші рет дәл жаңағыдай тоқимыз. Үшінші рет дәл жаңағыдай тоқимыз. Енді бізде бекіту болмайды. Содан соң ауада 4 рет ілеміз. Тағы да ауада 4 рет ілеміз. Тағы да ауада 4 рет ілеміз. Солай күлтеміз да, осылай аяқтаймыз. Тағы да ең соңғы 6-шы күлтені тоқимыз. Сонымен бірінші гүліміз аяқталады. Тоқимыз. Төрт рет. Содан соң осы жерге бекітеміз. Осымен күлтеміз аяқталды. Бізде әр күлтені тоқыған сайын осылай кесіп отырамыз. Жалғасып кетпейді. Шығу керек гүл. Әдемі шығып келе жатыр. Гүлді байлап кіргізіп шықсаңыздар да болады. Жасын байлап алсаңыздар, жақсылап бекітіңіздер, сөгіліп кетпесін. Содан соң қайшымен артықшасын қырып тастасаңыздар болады. Міне, бірінші күлтеміз дайын. Енді біз екінші күлтені, бірінші гүліміз дайын. Енді екінші гүлімізді тоқуға кірісеміз. Ол да дәл жаңағыдай болады. Осылай кольцо жасап аламыз. Ауада 4 рет ілеміз. Күрчекке жіпті 2 рет ораймыз. Содан соң шығарып аламыз. Күрчекке жіпті орап, тағы да 2 жіпті шығарып аламыз. Күрчектің өзінде 2 қалады, тағы да 2 рет орап аламыз жібімізді. Осылай тағы да 2 шығарып аламыз. Тағы да 2 шығарып аламыз. Осылай тағы да күрчекке жібімізді ораймыз. 2 шығарып аламыз. Тағы да 2 шығарып аламыз. Содан 4 жіп қалған кезде күрчекке жіпті 1 рет орап, осылай шығарып аламыз бәрін бір. Осылай бірінші күлте аяқталды. Біз енді бірінші жаңағы гүліміз бар еді ғой. Соның дәл осы күлтесіне жаңағы күлтемізді екеуін біріктіреміз. Ауада 4 рет ілеміз. Кольцоға осылай бекітіп аламыз. Тағы да ауада 4 рет ілеміз. Дәл жаңағыдай күлтені тоқимыз. 2 рет ілеміз. Осылай шығарып аламыз. Осылай шығарып аламыз. Күрчекке жіпті 2 рет ораймыз. 2-іне шығарамыз. 2-іне шығарамыз. Тағы да 2 рет ораймыз. 2-іне шығарып аламыз. 2-іне шығарып аламыз. 4 болды. Енді осылай бәрін бір шығарып аламыз. Енді біз келесісін осы жерде біріктіреміз.
бірге. Міне осылай болады. Енді ауада 4 рет ілеміз. Содан соң осылай жасаймыз. Енді тағы да ауада 4 рет ілеміз. Күршекке жіпті осылай 2 рет ораймыз. Дәл жаңағыдай күлте тоқып аламыз. Біз міне жаңа гүлге бекіттік, екі күлтені осылай бекітіп алдық. Енді біз осы жерге біріктіретін боламыз күлтені. Деміз. Содан соң осы жерге біріктіреміз. Тағы да ауада 4 рет іліп аламыз. Күлтемізді тоқимыз. Келесі бекітеміз осы арқаға. Бекітеміз. Міне. Жерге бекіттік. Одан кейінгі келесісін осы жерге бекітетін боламыз. Енді ауада 4 рет іліп аламыз. Содан соң осылай күлтені аяқтаймыз. Күлтелерді біріктіріп болдық. Енді жай ғана күлтелерді тоқып аламыз. Енді ешқандай гүлге қоспаймыз. 4 рет іліп күлтені аяқтаймыз. Тоқимыз енді. Төрт рет іліп күлтені аяқтаймыз. Аяқталды. Осылай жіптерін жаңағыдай арасына кіргізіп кесіп аламыз. Мен барлық гүлді аяқтаған соң кесетін боламын. Қазірше тұра берсін. Бірақ та жақсылап тартып, байлап қоймасаңыздар, сөгіліп кетуі мүмкін. Гүліміз дайын болды. Үшінші гүлді тоқуға кірісеміз. Енді гүлдердің барлығы қатарда аяқтағанша дәл осы гүлді тоқығандай жалғастыратын боламыз. Соңғы рет көрсетемін, содан соң өз бетімізше тоқимыз. Кольцо жасап аламыз. Күршекке осылай 2 рет ораймыз жіпті. Ораймыз. Шығарып аламыз. Енді бұл гүлді бірінші күлтені осы жерге бекітеміз, содан соң осы жерге бекітетін боламыз. Одан кейін осы жерге бекітеміз, содан кейін осы жерге бекітеміз, содан соң екі күлтені жай ғана тоқып аламыз. Сонымен гүл аяқталады. Бірінші осы жерге бекітіп алатын боламыз. Екі күлтені біріктіреміз.
реттілеміз. Ауада 4 реттілеміз. Шығарып аламыз, екеуінен шығарып аламыз. Тағы да екеуінен шығарамыз. Күрчекте 3 қалады. Тағы да екеуін шығарып аламыз, күрчекте 4 қалады. Күлтені осылай тоқып аламыз. Енді біз күлтені біріктіреміз. Іліп аламыз. Содан соң осы жерге бекітеміз. 2 күлте аяқталды. Енді 3-ші күлтені тоқимыз. 2 рет ораймыз, екеуін шығарамыз. Ауада екеуін шығарып аламыз. Күрчекке екеуін ораймыз, екеуін шығарып аламыз. 4 қалды. Барлығынан бір шыпты осылай шығарып аламыз. Енді біз ең ортасына біріктіретін боламыз. Бітілеміз. Күлтемізді аяқтаймыз. Енді 4-ші күлтені тоқуға кірісеміз. 4 рет ілеміз ауада. Күрчекке 2 рет орап аламыз. Осылай. Тағы да дәл солай қайталаймыз. Келесісін осы жерге біріктірдік. Енді ауада 4 рет күлтені аяқтаймыз. Төрт рет ілеміз. Күлтені аяқтаймыз. Ретілеміз. Бастаймыз. Осылай күрчекке шыпты 2 рет ораймыз. Шығарып аламыз. Төрт рет ілеміз. Күлтемізді де осылай аяқтаймыз. Осылай барлығын осы тақияны айналдырады, тоқып шығамыз осылай гүлдерді. Күлтені тоқып аламыз бірінші, содан соң осы жерге біріктіреміз, күлтені аяқтаймыз. Екінші күлтені осы жерге біріктіретін боламыз. Содан соң 3-ші күлтені осы жерге бекітеміз, 4-ші күлтені осы жерге бекітеміз. 5-ші, 6-ші күлтені жай ғана ешқандай жерге бекітусіз тоқимыз. Дәл солай жалғаса береді. 1-ші күлтені осы жерге біріктіресіздер, 2-ші күлтені осы жерге біріктіресіздер, 4-ші күлтені осы жерге, 2-ші күлтені осы жерге, 3-ші күлтені осы жерге тоқисыздар, 4-ші күлтені осы жерге, 5-ші, 6-ші күлте жай ғана өзі тоқылады. Дәл солай міне. Дәл солай қатардың соңына дейін тоқып кете бересіздер. Жібін мен жаңа 1-ші күлде көрсеттім ғой, солай арасына біріктір жерсеңіздер, өздеріңізге ыңғайлы болған жағдайда да
бекітіп, жақсылап сөгілместей етіп, қайшымен қырқып аласыздар. Содан соң қалай аяқтағанды көрсететін боламын. Ал кездескенше өз беттеріңізше тоқыңыздар. Енді біз соңғы гүлді тоқимыз. Біз соңғы гүлді бірінші екі жақтағы гүлге жалғаймыз және тақияға жалғаймыз. Қазір көрсететін боламын. Бірінші күлтені тоқып аламыз. Енді күлтемізді осы бұрыштағы күлтеге біріктіреміз. Содан соң күлтені аяқтаймыз. Екінші күлтені тоқуға кірісеміз. Енді бұл күлтені осы жерде тұрған күлтеге біріктіретін боламыз. Солай күлтені аяқтаймыз. Үшінші күлтені тоқуға кірісеміз. Үшінші күлтені қалған бір аркаға біріктіретін боламыз. Осы аркаға біріктіреміз үшінші күлтемізді. Солай біріктіріп, күлтені аяқтаймыз. Үшінші күлтені аяқтаймыз. Төртінші күлтені тоқуға кірісеміз. Төртінші күлтені осы бұрыштағы күлтеге біріктіретін боламыз. Осы жерде мұқият мән беріңіздер, қателік кетпесін. Бұл соңғы күлтені осылай жалғаймыз және төртінші күлтені аяқтаймыз. Бесінші күлтені тоқуға кірісеміз. Біз бұған дейін тоқыған кезде бесінші күлтені ешқайда біріктірмейтін едік. Ал бұл соңғысында бесінші күлтені біріктіретін боламыз. Жанындағы гүлдің күлтесімен біріктіреміз. Бесінші күлтені аяқтадық. Енді осы күлтемен біріктіруіміз керек. Солай бесінші күлтені аяқтаймыз. Біріктірдік.
Енді 5-ші күлтені аяқтаймыз. 6-ші күлтені жай ғана қарапайым тоқимыз. Ешқайда біріктірмейді. Тек өзі қалады 6-ші күлте. Қайшымен кесіп аламыз. Жіпті жақсылап тартып, өзімізге керек көлемде байлап, жақсылап бекітіп аламыз, сөгілместей етіп. Мұқият мән беріңіздер, сөгіліп кетпеуіне. Жіпті өздеріңіз қалай бекітесіздер, соған қарай дұрыстап бекітіп, қайшымен керек емес бөлігін қырып тастасаңыздар болады. Енді гүлдің осындай ұзын бөлігін қалай тоқуды көрсетемін. Шаш сияқты, шашағын деп айтса болады ма екен? Сол жерін тоқуды көрсетемін. Гүлдеріміз осындай әдемі шықты. Енді гүлдің осындай әдемі шет-шетіндегі тақияның шашағы деуге келе ме екен, соны тоқуды көрсететін боламын. Осындай гүлдермен тақияға өзіне жараса сән қосып тұрады. Ол үшін осындай күлтеге тоқитын боламыз. 25 рет іліп аламыз. Осылай жіппен күрчекті іліп алып бастап 25 рет ілеміз. Сол 25 рет іліп болған соң жиырма алтыншы осылай ілгенімізді сәл кеңірек ілеміз, тағы да 4 рет іліп аламыз. Содан соң күрчекке жіпті 2 рет ораймыз. Жаңағы сәл үлкендей қылып алған жерімізден гүлді тоқитын боламыз. Дәл жаңағыдай тоқимыз гүлді, күлте тоқимыз. Күрчекке жіпті 2 рет орап аламыз, 2 жіпті шығарып аламыз, тағы да 2 жіпті шығарып аламыз. Күрчегімізде 2 жіп қалады. Дәл солай қайталанады, күлте тоқып аламыз. Осылай күлтені аяқтаймыз. 4 рет іліп, тағы да 2-ші күлтені тоқуға кірісеміз. Содан соң 3-ші күлтені тоқимыз. Үшінші күлтені аяқтаған соң 4-ші күлтені тоқимыз. Үш күлтемен қалдырсаңыздар да болады, бірақ 4 күлтемен маған әдемі көрінетін сияқты. Солай 4-ші күлтені тоқимыз.
Шөтректі ауада іліп, күлтені бекітеміз. Осылай гүл аяқталады. Өздеріңізге ұнаған көлемде осындай шашақты тоқсаңыздар болады. Мысалы үшін бір шашаққа 3 күлте, 4 күлте, бір шашаққа 3 күлте, 4 күлте тоқсаңыздар болады. Дәл осылай өздеріңізге ұнаған көлемде тоқисыздар және 3 күл, 4 күл, 5 күл тоқып аяқтасаңыздар болады. Дәл осылай жалғасады. Бір тақияға осындай өздеріңізге ұнаған, мен бір тақияға 4 немесе 5 шашақтан тоқыдым. Сол артық бөлігінде тұрады. Осылай әдемі болады. Мен соңғысын 3 күлтелі гүлмен аяқтадым. Дәл солай жалғастырып тоқи бересіздер. Гүл дәл солай арасын 20-25 столбиктен тоқи берсеңіздер болады. Бір гүл арасы через тоқыдым. Сонымен 5 шашақ болды. Оның өзі өте әдемі тақияны ашады. Ал сәттілік. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.